Бәріңізге сәлем достар. Бүгінгі видеода біз Досымжан жайлы, яғни бұрынғы Шелді жайлы мәліметтер айтатын боламыз. Сосын фондағы қайталайды, менен емес, Роктың қайталайды. Так что ренжімеңіздер. Ал видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп, лайк баса отырайық. Алынша көзбай видеомызды бастаймыз. Сіздердің сүйкімді өте ойлаңыз. Досымжан Мырзаханұлы 2004 жылы 4 қазанда дүниеге келген. Ол Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны, бәріміз білетін Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны. Руы Қоңырат. Қазіргі кезде арнасында 700 мыңнан астам адам тіркелген. Оның каналы 14 маусымда 2019 жылы ашылған болатын. Ол негізі ютубты Майнкрафт каналынан бастаған. Қателеспейсің, Майнкрафт каналынан бастаған. Ол Майнкрафт каналы 2017 жылы ашылған. Онда Майнкрафттан Бедварс немесе ауылдағы өмір, бомжик сияқты кинолар түсірген. Ол кезде жай ғана видео түсіріп емес, дизайнерлікпен де айналысқан. Яғни ютубқа ава, шапка, превью сияқты нәрселерді өзі жасаған болатын. Майнкрафтта қызықты сәттер көп болды. Майнкрафтта да КВ деген нәрсе болатын. Ол да Free Fire'дағы КВ сияқты болатын. Бірақ олардың гильдия емес, клан деп аталған. Ең қызығы сол. Оның Шелдидің ол кезде де өзінің кланы болған. Ол One Wolf. Оның көп достары болған. Zefrix, Nota, Play, Asko, Ninrs, Neutron, Farcon сияқты өте көп достары болған. Ал енді сіздердің ностальгияға тойдырғаным осы жетеді деп ойлаймын. Көп сөйлемей видеомызды аяқтайық. Пока-пока, чау!